Эгер серке таштаса, бүт дүйнө жүзү чыныгы оюнду көрмөк кызык болмок аябайчы. Бирок менимче уюштурган тараптын духу жетпейт го дейм серке таштаганга. Ачык эле айтайын. Серке тастаганга духу жетпейт го. Мен 99% ишеничтемин. Духу жетпейт. Себеби булар сизде казак бауырлар атайын муляжга бизге бербей көрсөтпөй көнүшкөн. Кече көрүп атасына биздин балдар 10 жолу таштаса, ылдамдыкта 1-2 түшүп атат. Казак бауырлар 10 жолу таштаса 8-9 түшүп атат. Реализация аябай жакшы экен. Бул преимуществону казак тарап кой бербейт. Мен жек көрөм. Бирок эгер серке таштаса, анда чыныгы кооз оюнду көрөбүз. Эгер серке жетпейт. Серке тастауга дейсизби? Духу жетпейт серке таштаганга. Сиздерде бауырлар билиңиздер. Сиздердеги көкпар системасында ашыкча улутчул адамдар көп. Бизде да бар жок эмес. Бирок ошо ашыкча улутчулдук бул спорттун өнүгүүсүнө бүт тосолот. Енді құрметті қазақ елі, Қырғызстан мемлекетінен қырғыз қазақ бауыр халықпыз ғой жалпы негізі. Бірақ спортта енді кім мықты сол жеңеді ғой. Бұл кісі көкбөрі, көкпар, осы эксперт. Осы қадағалап жаңағы муляжды, тағы басқа салмақтарын, тағы жаңағы серке тасталса деп не қылып жаңағыдай. Бұл кісілер біздің Қазақстан мен Қырғыз шыққанда серке тастаса деп ұсыныс жасаған азаматтардың бірі. Сондықтан енді ертеңгі ойында көреміз қалай болатын. Алла қаласа екі жаққа да Құдай қаласа ұтысты тілейміз. Қай жағы ұтса да мықтысы ұтсын. Солай ғой. Игілік. Албетте спорт өнүгүш үчүн мыкты болуш керек. Утулсак биз оңололу. Казак тарап утулса ал дагы иштесин. Казакстан тарапына миллиард деген теңгелерди сарптайт. Енді ертең Құдай қаласа ертең поля көрсетет. Қай жақ жеңетінін бір Алла біледі. Құдай қаласа сіздерге де жеңіс, қазақ еліне де, қырғыз еліне де жеңіс тілейміз. Эң негизгиси ошол оюндан кийин бири-бирибизге иренжибей, чыныгы мыкты экен деп биз казак тарапты куттуктагандай бололу. Биз утсак казак бир туугандар бизди куттуктагандай болсун негизи. Жакшы оюн болду деп. Болду, Құдай қаласа. Ийгилик.